Мен неге әлеуметтік желілерден кетіп бара жатырмын? Экспериментально 3-4 ай, дальше көреміз. Дальше негізі кіргім де келмейді негізі. Реально өмірді мен сүргім келеді. Сіздермен бірге Берік Мұханов, әдеттегі достарыңыз, Қазмет проектінің авторы. Мен бүгін 14 наурыз, 10 май осындай шешім қабылдадым. Ұзақ уақыт ойландым бұны. Бұл әлеуметтік желі мені қай жерге дейін апарады? Мен егер осы отыра беретін болсам, мен қалай дамимын? Мен осы уақытқа дейін бір жасаған жетістігім бар, кейсім бар, еңбегім бар. Бірақ та мен тек қана өзімді емес, мен айналамды ойлап, басқаларды ойлап, басқаларға өрнек бола алуды ойлап, маған сенетін, мені қарайтын аудиторияны ойлап, мен осындай шешімге келдім. Не үшін? Әрине, ол мендегі бірінші себеп бұл ертең мен резидентура тапсырамын, ертең мен ИГА тапсырамын, оған дайындалуым керек, оқу бітірейін деп жатырмын, дәрігер болайын деп жатырмын, дайындалуым керек бір. Екінші, бұл қазіргі қоғамдағы өзгерістер. Қыздар болсын, жігіттер болсын, жеңіл ақша табу, әлеуметтік желідегі нормаларды норма деп санау реально. Бұл зат бізді түбімізге жетпей ме екен деген менде сұрақ бар. Әлеуметтік желіге қараңызшы достар. Сағаттап уақытымызды өткіземіз. Неше түрлі біз контентті көреміз ол жерде. Бір сағаттың ішінде жылау, еңірсіру, ажырасу, күлу, қуаныш, просто қайдағы қалям балям, жарылып жатқан бомба. Ойлаңыздаршы, секундтардың ішінде беріліп жатыр осы информацияның бәрі. Қаншама реклама біздің миымызды толтырып жатыр осы заттардың барлығы. Бізге подсознательно неше түрлі ақпараттар сіңіп жатыр осылай. Бұның барлығы бізді реально өмірден алыстатады. Оның мысалы қаншама адамдар ажырасып жатыр. Инстаграмдағы еркектер қыздарды көріп алады, қыздар жігіттерді көріп алады. Олар өздері қызық бастайды соларға, содан семьялар ажырасады. Қыздардың өздерінің хотелкалары болып бастайды инстаграмға байланысты, жігіттер соған байланысты өзгеріп бастайды. Қаншама жастар бойдақ болып жатыр осының арқасында. Қаншама адамдар жеңіл ақшаның артынан қуып бара жатыр. Біреудің успехын көріп аламыз, артынан сол ақшаға еріп барамыз барлығымыз. Достар, просто біреудің жеткен жетістігі деген достар, оған сенбекші өтініш. Мен де соның ішінде бармын, мен де сондай бір рол модел болған адаммын. Бірақ по-любому оны 100% адамдарға түсіндіре алмайсың. Мен барлығын өзім жасаған жоқпын. Төбеде Алла бар. Алла маған осындай жетістікке жетуіме өте үлкен көмегін тигізді. Ол случайно маған беріп қалды сондай жағдайды. Менің өмірлік жолым, менің 19 жылы інімнің қайтыс болуы, менің сол жыл колледж бітіруім, менің сол жылы маған керемет кураторлардың жолығып қалуы. Бұл Алланың бір маған беріп қойғаны сол кезде. Мен өзім жасадым деп айта алмаймын оны. Біз барамыз да, ана адам жасады, мен де жасай алам деген бір иллюзия бар да бізде. Өкінішке орай, менің жасағанымды 100% ешкім қайталамайды. Менің кейстарым бар, бірақ олар да мені 100% қайталамайды да достар. Менің жолым бөлек. Сіз инстаграмда қарап отқан, қызығып отқан адамның да жолы бөлек достар, оның тағдыры бөлек оның. Сіз оны 100% қайтала алмайсыз, осыны түсінейікші. 100% ол қайталанбайды ол. Оған повезло просто, достар. Маған да повезло. Кімді көресіз, кімге қызығасыз, повезло оларға. Керемет бір сөз бар да, жетістік бұл ненормальный зат. Жетістікке жетпеу ол нормальный. Оны қабылдайықшы, барлығы жетістікке жете бермейді бұл өмірде. Барлығы идеальный болып кете алмайды, достар. Бұл нормальный. Осыны түсінейікші. Олимпийский чемпион, бірінші орын бір адамға беріледі. Бірақ қанша адам дайындалады оған? Оны қабылдайықшы, ұтылуды да нормасын айтшы. Біздің қоғам осыған кетіп бара жатыр қазір. Жақында мен бір дәрігермен кездестім. Маған подписан екен инстаграмда, мені қарайды екен бір уақыттан бері. Айтады, Берік, мен жұмыстан шыққым келіп жатыр. Мен уже ол кісі достар 10 жыл бойы опыт жинап, карьера қуып, біраз пикқа барып қалған. Енді ары қарай кішкене бір навыгын кішкене дамытса, табысқа жетейін деп тұр негізі. Өзінің кішкене рисковать етуге қорқып жүр да. Біраз жерге барып саған, мен оған жетем дегенше әлі маған бір 10 жыл керек та, оның артынан жетем дегенше. Операциялар жасайды мықты, авторитет мықты, репутация мықты. Бірақ инстаграмда біреулердің өмірін көріп алған, маған айтады, Берік, мен солар сияқты өмір сүргім келеді дейді. Деп отырмын да, енді неге? Ойлаңыздаршы, бір 28-30 жастағы адам сондай әңгіме айтып отырса, дәл қазір
бірінші курсқа келіп ChatGPT, TikTok, Instagramның активный уақытында, тренд уақытында бірінші курсқа түскен студент ертең қандай болады? Қаншама резиденттерді көрдім достар, мен резиденттерді. Блин, мен неге түсіп қалдым резидентураға? Мен не істеп жүрмін мұнда? Басқа бір темаға кету керек еді. Инстаграмды қарасаң бәрінде идеальный дейді да. Достар, өтініш, бұл иллюзияны тоқтатайықшы. Реальный өмірге оралайықшы. Реальный өмір ондай емес қой. Біз қайда бара жатырмыз жалпы? TikToktағы бір трендті қайталау үшін бара жатырмыз ба? Көлік алу тренд. Бірақ біз түсінбейміз. Көлік алу бұл блогер үшін актив, көрермен үшін пассив ол. Себебі блогер сол арқылы табыс табады көлік алған арқылы. Себебі адамдарды қызықтырады, реклама жасайды. Ал көрермен қарапайым адам үшін машина алу актив емес достар. Инвестициялық мен талай курсты оқығанмын өзім. Финансовый грамотность бойынша. Көлік деген зат бұл эмоциональный качеля. Мен де алғым келеді мысалы көлік. Ақшам да болды алуға. Бірақ просто достар ол пассив, адамды кедейлендіретін зат ол. Егер адам өзін дамытпайтын болса. Бәрі көлік алғыш. Не үшін автосалондар көбейіп жатыр Қазақстанда? Машина саны көп, авария, штраф. Достар, просто оның барлығы невыгодно адамдарға. Өкінішке орай, достар, оны адамдар түсінбейді. Эмоционально анадан көреді, мен де алам, мен де қуам. Қу дүние, достар, бұл жақсылыққа апармайды. Ертең бізде қаншама мамандықтар тапшылығы пайда болады ертең. Әлеуметтік желіге қатты мән бермей өзін дамытып жатқан адамдар ертең билейді осы әлемді, біздің қоғамды билейді. Сол кезде соларға жұмыс істейді біздің адамдардың бәрі. Осы Инстаграмға, TikTokқа отырғандар соларға қызмет көрсетіп бастайды. Солардың қол астында жүреді клиенті болып, төмен жалақыда. Достар, өтірікке сенбекші. Мен өзім әлеуметтік желіден табыс тапқан адам, мен білемін да бұл жерде қандай жұмыс жасалатынын, оңай емес екенін, басқа адамдардың қалай жұмыс жасайтынын, бұл жердегі манипуляцияларды жақсы білемін да. Мен әрине жасаған жоқпын оларды, бірақ сондай адамдар бар, манипуляциямен аудиториясына кіріп, бойларын айтып тұрып сатады да. Табыс табады солай. Достар, бұл просто жақсы емес. Достар, жақсы емес. Табыс жоқ деп ойламайықшы, басқа салаларда ақша жоқ деп ойламайықшы, достар. Өкінішке орай бізде бәрі солай ойлайды. Инстаграмды жүргізбесең сенде ақша жоқ. Иә, достар, Инстаграм инструмент қана. Егер сен мықты маман болсаң, біз қазір мықты маман болуға акцент қоюымыз керек. Қазір сен бірінші курссың. Мына видеоны қазір көрдің бе, өшіріп таста бәрін. Хотя менің бұл жерде жұмысым бар Инстаграмда, менің табысым жатыр сол жерде, менің бір репутациям бар Инстаграмда. Мен барлығынан басымды алып тастап өшіріп жатырмын достар. Мен өзім рол модел болып жатырмын, осы бойынша модель болып жатырмын сіздерге, бір пример болып жатырмын сіздерге. Потому что біздің жастар, қазақтың жастары, мені қарап отқан қара көз жігіттер, қыздар, логично достар, саналы адам болатын болсаңыздар, просто ойланайықшы. Өздеріңіз көріп жатсыздар әлеуметтік желі не отқан. Бәрі бір-бірін қайталайды. FOMO деген термин бар психологияда. Интернет сол FOMO бойынша жұмыс жасайды, әлеуметтік желі. Барлығын бірдеңеге асықтырады, бірдеңе алуға асықтырады, бірдеңе жасауға асықтырады. Бұл FOMO. Бұл біздің қолдық санамыз. Осы біздің сағаттап отырып жатқан уақытымызда біз емес, достар, біз ойлаймыз, тегін уақытымызды құртып жатырмыз, маған енді ешқандай ақша кетіп жатқан жоқ. Достар, біз де уақытымызды кетіп жатырмыз біріншіден. Екінші, біз басқалардың тегін ақпараттарын алып жатырмыз. Будущее оның клиентіміз. Белгілі бір товардың, белгілі бір өнімнің. Соның арқасында әлеуметтік желі, TikToktың основателі, Цукерберг, барлығы соның арқасында табыс тауып жатыр. Достар, просто ойланбайықшы. Былай, мен ертең бір маман болсам, менде табыс болмайды. Достар, өтірік әңгіме ол. Сіз өзіңіздің қалаңыздағы топ болмай қойыңыз жақсы. Средний бір маман болсаңыз да, сіздің табысыңыз мынадан жетеді. Егер сол саланың мықты айта алмаған маман болсаңыз. Достар, өтірік әңгіме ол. Медицина деген әр қашанда актуальны тақырып. Иә, қиын, достар, бірақ реально қиын өмір. Достар, оңай емес ештеңе. Ештеңе оңайлықпен келмейді бізге. Ал денсаулық деген тема вечно актуальны әлемде. Қай заманға түссең де денсаулық темасы актуальны, денсаулық темасы табысты, денсаулық темасымен кез келген уақытта ақша табуға болады. Адам ауырған кезде маманды іздейді. Оған любой ақшасын беруге дайын. Сіз соған стоит маман болып отырсыңыз болды. Ойланбаңыз, ақша бар, достар. Ақша көп. Тым ойламаңыз. Главный фокусты қазір ағылшын тілін үйреніңіз. Шетелге шығып оқып қайтуға қойыңыз, мықты маман болуға, өзіңіздің кәсібилігіңізді дамытуға, hard skill, soft skill,
дамытып бір мықты бір маман тұлға болып жетсе қойыңызшы, тағы бір 5 жыл 6 жыл просто бәрін өшіріп соған кіріңізші. Абсолютно тиктокта отқан группаласыңызға немесе тиктокта отқан бір құрдасыңызға немесе тиктокта отқан өзіңізден 4-5 жас үлкен адамнан жанынан ракета сияқты өтіп кетесіз. Абсолютно. Осыны түсінейікші. Достар, тикток, инстаграм біздің СДВГ деген диагнозды білесіздер ғой да? Фокусымыз алып қояды. Бізді сабақ оқуға, дамуға қоймайды ол. Өкінішке орай. Сол себепті миымызды алып тастайықшы бұның бәрін. Мен өзім бастадым шешім қабылдау. Сізден менің телеграм каналым осы видеоның астында болады. Мен сол телеграм каналымда ғана боламын, себебі телеграмда менің курстарым бар, телеграмда мен өзімнің қарайтын ақпараттарым бар, документтерім бар деген сияқты. ИГА-ға дайындаламын, резидентураға дайындаламын. Мен осы шешімге келдім. 3-4 ай эксперимент, 3-4 айдан кейін нормально болса, мен дальше осы жолмен жалғастырамын, себебі менің өзімнің мақсаттарым бар. Әлеуметтік желі бүгін бар, ертең бар, иә. Долгосрочно болады ол. Бірақ ол жерде қаншалық сен пайдалы аласың? Бүгін пайдаласын, ертең пайдаласын, ертең бір ақша тауып үйренесіздер ол жерден. Арғы күн пайдаласыздар. Долгосрочно сізді дәулетті қылатын инстаграм емес. Долгосрочный перспективада. Өкінішке орай. Ол себепті өмірде бірінші актив сіз. Ең бірінші актив бұл сіз. Сіз дамымасаңыз, сіз тек ақша жинап, үй алып салып, сонымен жүремін десеңіз, достар, сіз үнемі қорқып жүресіз. Үнемі бірдеңе, мен осылай болып келдім, мен инстаграмға тәуелді болып келдім, себебі мен табыс көзім сол жерге байланған болды да. Бірақ мен өзі қазір шешім қабылдадым. Мен Аллаға бір рисковать етіп жатырмын да, 3-4 айға. Көрем, шығам, мен тәуекел жасаймын солай. Себебі бұл өмірде актив мен. Өзімнің өмірімде мен активпін. Главный актив адам менмін. Менің үйім емес, менің көлігім емес, мен депозитте ақша емес, мен. Ол ақшаны көбейте алатын да мен, азайта алатын да мен, еселеп арттырып жіберетін де мен, бірдеңе ашып жасайтын да мен, бір қоғамға влиятельный адам болуды мен. Менің влиянием ол. Мен әсер ете аламын адамдарға. Алланың қалауымен мен әсер ете аламын. Ал егер мен дамымасам, мен көптің бірі болып қалатын болсам, скорее всего, ештеңе істей алмаймын да. Депозиттегі ақша таусылады бір күні, үй ертең бағасы түсіп кетеді, көлігің авария болады, и сен пустой миыңмен қаласың. Миыңа ештеңе кірмейді, жасың 30-дан асып кеткен, миың ештеңе кірмейді, білім алмайсың, навык үйрене алмайсың. Жастар сенен озып кеткен уже, сөйтіп басқаларға қарап жүре бересің. Вот. Мен бұны 25 жасымда түсініп жатырмын. 25 жас бұл ақылдың тоқтайтын жасы. Ақыл дегенде гормондардың тоқтайтын уақыты. Реально өмірге қонатын уақыт бұл. Мүмкін мен осы жасқа келіп түсініп отқан шығармын затты. Бірақ маған осы уақытқа дейін бірде-бір адам айтқан жоқ бұл туралы. Бірде-бір адам. Мен осыны өзім түсініп жеттім. Қоғамдағы жағдайларды көріп, неше түрлі қыздармен сөйлесіп, түсінгенім осы, бізде қоғам нереально өзгеріп бара жатыр. Егер менің ертең алатын болашақ жарым осындай әлеуметтік желіге отырып қалған адам болса, маған қиын болады. Менің ертең ұрпағыма қиын болады. Осы себепті мен осындай осознанный жолды таңдадым. Ниетімді, ойымды, идеологиямды түсінуіңіздер деп ойламын. Егер мен ақшаны артын қуғанымда, тек ақша үшін жүргенде бұл ой айтпайтын едім. Себебі маған инстаграм жүргізуі невыгодно. Мен табыс табуым керек, мен ақша табуым керек. Бірақ мен адамдарға пайдалы болуым керек бірінші орында. Ақша мен үшін бірінші орында емес. Осы уақытқа дейін де біраз затын дамыттым, Аллаға шүкір. Финансовый грамотность болсын, жеке бренд, өзімнің білім деңгейім, қабілеттілігім өте көп зат дамыттым, Аллаға шүкір. Бірақ әлі де дамытатын заттарым көп. Мен осы уақытқа дейінгі дамытқан дүниемен де біраз жерге бара алатынымды білемін. Енді дальше тағы осылай жолымды жалғастыруым керек, мықты маман болуым керек. И осындай артында еріп келе жатқан аудиторияға бір үлгі болуым керек деп ойлаймын. Себебі бәрі ақшаның артынан қуып кетеді. Барлығы бірдеңе сату үшін сіздерге бір идеяны айтады, солай сіңдіреді. Бәрі тек өзінің қамын ойлап жатқан эгоистік заман бұл. Бірақ мен адамдарды жақсы көремін, адамдарға пайдалы болуым керек, именно өзіміздің Қазақстанның халқына, өзіміздің халыққа, не только Қазақстан, жалпы мені қарайтын аудиторияның барлығына мен пайдалы болуым керек. Оларға осознанно түсіндіргім келеді. Оңайлықпен ештеңе келмейді, достар. Просто соны түсінейікші. Мен қазір міне ағылшын тіліне отырайын деп жатырмын, кейін сабаққа отырамын да, дайындалып отырмын барлығын. Оның бәріне уақыт арнау керек. Ол просто так былай келмейді, достар, былай келмейді ол. Түсінейікші осыны. Назарыңызға рахмет. Мен телеграм каналым астында болады. Сол жерге кірсеңіздер болады. Енді ол жерде активный боламын деп айта алмаймын.
максимально бірдеңе бөлісуге тырысамын, бірақ мен бар фокусым енді өзімде. Әлде де көбірек өзіме фокус қойғым келіп отыр. Таңдау сіздерден. Менің ойымды түсінген адам болса, уже мына видеодан кейін ақ бәрін өшіреді деп ойлаймын. Менің аудиториям бар ол жерде, мыңдаған. Менің бір влиянием бар ол жерде. Менің бір табыс көзім жатыр сол жерде. Бәрін өшіріп, мен кетіп бара жатырмын. Ештеңесі жоқ. Сіз ол жерден давно өшіріп тастауыңыз керек еді негізі. Сізге вообще пайдасы жоқ ол жерде отқан. Солай. Сау болыңыздар, сіздермен болған Беркен Мұханов. Телеграмда сіздерді күтемін.